Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Қасет және достар. Біздің бүгінгі видеомыз лагерь туралы болады. Лагерь туралы видео сіздерге алғаш рет түсіріп жатырмын. Лагерьдің қызығы, лагерьге не алып бару керек, көбісінің айтып жатқан ой, лагерь онша емес, анау-мынау деген сияқты көбісінің айтып жатқан мнениялары туралы сөйлесетін боламыз. Сондықтан да видеоны соңына шейін көріп отырыңыздар. Және де мен айтатын кеңестерді видео барысында өздеріңіздің чемодандарыңызға, сумкаларыңызға салып отырыңыздар. Өйткені мен полезный заттардың барлығын осы ютубқа салатын боламын, так что салып көріп алсаңыздар болады. Андше мен видеомды бастаймын. Кеттік. Ең бірінші лагерь дегеніміз не? Лагерь дегеніміз ол бізге өмірімізде бір рет қана болсын көріп қалатын бір демалыс орны дейміз ба, әйтеуір балаларға арналған. Бұндай мүмкіндік тек бізге мектеп оқушыларына ғана беріледі. Уже 11 сынып 1 курс дегенде барамайды ғой, например, бар ғой. 11, 1 курс, ондарды білмеймін, бірақ өзім 6 сыныпта 2 жыл бұрын барған болатынмын, 2022-де. Сол кездің хикаясын бөлек айтып беретін боламын. Лагерь деген сол демалыс орны, 10 күнге ата-анаңнан бөлек, бауырларынан бөлек кететін жерді біз лагерь деп айтамыз. Ол жақта көптеген сайыстар болады, көптеген спорттық, математикалық сабақ сайыстары, соның барлығына қатысып көру керек. Көп лагерлер негізі жыл сайын бір рет қана баруға болады, сыныптан бір-ақ адам барады, жыл сайын ауысып деген сияқты. Көп балалы ата-аналар мен сабақты жақсы үздік оқитындар да баруға болады. Егер де мені көріп отырған, сен лагерьге барып көрмеген болсаң, мен кеңес беремін лагерьге баруға. Қазірдің өзі уақытың бар лагерьге тіркеліп алуға. Көбісі негізі лагерлер шілде айында болады. Мен биылғы таныстарым көрдім, шілде айында басталады деді. Осы айда мен де вроде 2 жыл бұрын осы шілде айында барған болатынмын. Шілденің 22-сі барып, тамыздың 2-сіне қайтқанмын. И вот лагерьдің сол кезде лагерь деген прям қызық болған маған. Өйткені ол кезде мен 6 класстан 7-ге өтіп атқан кезде барған вроде. И лагерь вообще қызық достар, сіздерге айтайын. Бар ғой, барсаңыздар өкінбейсіздер да. Ол лагерь жамандайды адамдарға қарамаңыздар, олардың өздері мнениясы сондай болды. Сіздің мненияңыз басқа болуы мүмкін да, лагерь туралы өз ойыңыз басқа болуы мүмкін. Ал менің ойым лагерь туралы өте дұрыс лагерь туралы ойым. Маған тағы бір мүмкіндік берсе, лагерьге баратын, мен ұшатын едім ше. Мен уже өмірімде бір рет барып қойдым. Болмайды ғой, жыл сайын бара беру. Енді бізде лагерьге алып баратын заттарымыз, киім-кешек, заттар, косметика алып баруға болады. Ол кезде менде косметика болмаған. Но менің бір айтатын кеңесім, если сен жанындағы қыздар, сенен бір зат сұраса, берме, әйтпесе жоғалтып тындырасың. Мен сол 2 жыл бұрын менде айна болған, сол айна әбедем тұттымалық айна болған, короче, соны мен лагерьдегі бір қыз сұрайды менен, берді анау-мынау деп. Осы мен оған беремін, потом мен сразу топпен шығып кетем. Ал сол үй сияқты бір топ сияқты бір не болады өзі. Көресіңдер ғой сосын. Сол үйде қыздар қалып кетеді. Сонымен мен айнамды бір айна алып келсем, жоқ, ужас. Сонымен айнамды сол күйі таппай, үйге айнасыз қайтқаным бар енді. Білмеймін, айна қайда кеткенін, или өтірік айтты ма. Короче, сұрасам, анаған беріп кеттім. Одан сұрасам, мынада, анау-мынау деп. В общем, білмеймін. Сонымен ладно дедім, енді жай айна ғой деді. Сонымен айнамды жоғалтып алғаным бар. Сосын ақша да жоғалуы мүмкін. Мен бір примерно 300 теңге дейма жоғалтып алғаным бар еще. Әжептәуір чемодан алып барғанмын. Ішіне бассейнге керекті заттар, купальник, түрлі киімдерді. Соның барлығын салғам. Сөйтіп, ана өзіне сыйғанша сыйды әйтеуір. Бөлек тағы бір сумка асылып алып, сонымен барған бол. Сөйтсем, кейбір қыздар
оказывается әшейін құр бір кеттай сумкамен келе салған ғой. Тай, мен ұялып кеттім ғой жанында. Но жақсы киім көп алып барған, чтобы 10 күнде 10 түрлі киім киесің да. А если сумкамен алып барсаң, ана қыз вроде 3 футболка, 2 шалбар әкеле салыпты. Вот, мен соны ойладым, осыған миым жетпеді ма деп ше. Мен енді лагерь деген не екенін білмегем ше. Сосын қайдан білейін енді біріне чемодан апара салғам ғой. Енді сіздерге мен осы бір пайдалы затты айтып отырмын, чтобы сіздерде солай шатасып қалмау үшін, немесе негізі өздеріңіз білесіздер, үлкен сумка апарсаңыздар да, кішкентай сумка апарсаңыздар да. Бірақ мен сол кезде ойладым, чтобы сумка әкеле салсам болады екен ғой, сүйреп жүрмей деп ойлағаным бар да. Енді келесі кезек ол бізде ұялы телефон. Ұялы телефондарыңа бірақ мегабайт алып алуға болады, мегабайт немесе тарифқа кіріп алуға, бірақ интернет не надо вроде. И мен сіздерге айтайын, чтобы ата-аналарыңды сондай лагердің чатына қосып алыңдар. Мен деген мама, біздің маманы сол группаның админдері қоспаған. Сомен қанша күндік суреттің бәрі жоқ қой мамада. Ужас. Кейін лагердің бітуіне бір 3 күн ба 4 күн ба қалған кезде мен маманы тәрбиешінің телефонымен өзім қостым ғой, до того, что мамада ешқандай фотолар жоқ та. Мама даже ондай группа бар екенін білмеймін де, білмейді ау, әйтпесе мама кіріп алатын еді. Вроде білмедім ондай группа бар екен, мен негіз маманың ішінде жүр деп ойлағам. Так что мамаларыңа айтып қойыңдар, чтобы лагердің өзінің сол қаншасыншы топсың, например, сен 8-ші, 6-ші топ болатын болсаң, сол топтың өзінің жеке чаты бар, ата-аналарға отчет беріп отыратын, сенің бала-шағаларыңыз міне тірі осында деп ше, жоғалып кеткен жоқ деген сияқты. Сондай группа бар негізі, соған мама-баларыңды кіргізіп алу керек. Негізі лагерде өте көп қызықтар болады. Азанда спорттық шаралар, кешке дискотека, түсте ұйықтатады, тамақтар жақсы. Негізі мен қай лагерге бардым? Мен бір көлік шатқалы лагерге бардым. Негізі Машатқа барамыз деп ойлап жатқанбыз. Машатқа барасың деп айтқан маған, Машатқа барасың деп айтқан, но мен какой-то времени бір көлікке кетіп қалам ғой. Бірінші күні негізі лагерде қысылып, ешкіммен сөйлеспей сөйтіп жүресің, ешкім танымайсың ғой. Потом барып өздерің араласып кетесің, соңында жылап, өйтіп сондай болып кетеді. Телефонды 12-ден 1-ге дейін 1 сағатқа ғана ұстатады. Ол жерде видеоға түсіруге болмайды, фотоға түсіруге болмайды, запрет. Только сол ұйықтаған жерде ғана ата-анамен видеозвонокпен былайша сөйлесіп, звонокпен сөйлесуге де болады. И бассейн бар, бассейнге керек заттарын да алсаң болады. Өзің білесің, қанша аяқ киім, қанша киім апарсаң да, ол өзіне байланысты, өзің қалайсың, солай апарасың. Сосын бір көлікте негізі бассейн күшті деп айтпай қояйын, бірақ түсуге тұрарлықтай бассейні бар. Шаш кептіретін, шаш бүйралайтын болмайды. Кейбір қыздарды көргенмен өзім тобымдағы қыздар до того үтік әкелген ғой үйлерінен. Сондай да қыздар болады негізі. Балдар, қыздар бөлек-бөлек топта болады. Бөлек-бөлек комнаталарда жатады. Тем более комната деп айтуға болмайды. Там бір бөлмелі, осындай бір үйлеріңізде зал болса, бір бөлмелі мынандай зал болады. Соған өңшең қыздар жатады да, осы 6-шы топтың біздің топ. Өңшең солар жатады. Басқа жақтан ол жердің бір бұрышында басқа балдар жатады. Еще балдар, қыздар бір топқа бөлінген. Бірінші топтың да қыздары бар. Общем, бала қыз ол вообще араласпаған. Только қыз бала болып 12 топпа болған вроде. 6 топ қыз, өңшең қыздар, 6 топ өңшең балдар. Сосын бөлек өздеріңмен не алып алыңдар? Мектепке су апарасыңдар ғой? Немен? Стак, нет.
бутылкамен ше, осындай арнайы бутылкалармен мектепке су апарасыңдар, сондайды алу керек. Көбіне негізі лагерлерде су бола бермейді. Ну, су болады, бірақ тісіңді, бетіңді жууға да соған бутылкаға су құйып алып жуасыңдар. Белгілі бір уақыттар бар, осынша уақытта мына топ келеді, потом артынша осынша топ келеді деген сияқты. Еще бір 10 күннің бір 5-ші күнінде ма топтық сайыс болады. Топтар арасында содан көп лилинка болады мектепте, сол сияқты көп болып тұрып, лилинкада марапаттап, сол топты мақтап, сөйтіп жасайтындар да бар. Және де достар, өздеріңізден алып баратын заттарға шампунь, тіс жуатын паста, щетка, бетіңізге может уход жасасаңыз солардың заттарын алып баруға болады. Және де бассейнге шомылған кезде тәпішке алып баруға болады. Тәпішке или как? Тәпішке алып баруға болады, кроссовка алып баруға болады. Потом өзіңізбен бірге азғантай болсын ақша алып баруға болады. Өйткені ол жақта магазин бар. Магазин көп деп айтуға болмайды, магазин бір уақыт болады. Білем, енді басқа лагерлерде қалай, бірақ мен барған лагерде бірақ магазин болған болатын, тем более ол удай ғой, прикинь. Прям мысалға, қазір бізде примерно супергончик, қазір мен тұратын жерде 250 теңгеден тұратын болса, ол жерде 300 теңге ғой. 300 или 250, вроде такое. Соған қарамастан да көп балалар чипсы, горела, кола ала береді ғой. По-любому ше, ана лагердің берген тамағын жемейді, сондай заттарды алады, сатып алады сол жерден. Ладно, өздері береді ғой. Енді, но мен супергончик алғаным бар. И тәрбиешілер негізі телефонды бер деп тұрған кезде бере салу керек. Әлбетте тәрбиешілерге бәрібір негізше олар сен телефоның жоғалып кетсе, олар неғылмайды, жауапкершілікті алмайды, сен жауапкершілікті өзің аласың. Мен сол ақшамды, айнамды жоғалтып алдым сол лагерде. Бірақ телефонымды тәрбиешілерге берген болатымын, чтобы онты жоғалтып алмас үшін. И вот, соның арқасында мен телефоным бар. Ол кезде мен A6 ұстадым, Samsung ұстадым ол кезде. И вот, мамалармен күнде видеозвонокпен сөйлесіп, сондай болған болатын. Но лагерде түсірген жоқпын, өйткені запрет, так что түсірген жоқ болатынмын. Өзі бірақ сағатқа беріледі 12-ден 1-ге дейін. Тем более сен онша ұстамайды да, телефон ойлаймын да мен, не үшін телефон ұстаймыз, если біз лагерге келіп тұрсақ, если ол жақта интернет ұстамаса, еще ол жақта, кстати, зарядка жоқ. Бақшы зарядка да жоқ екен, бірақ зарядка алып бару керек. Басқа бір біз тапчаннан ба бір жерден зарядтап алғанбыз негізі. Өліп тұрған жерден зарядтап алуға болады сол жақтарда. Мінекей достар, мен жаңадан бері айтып жатқаным, өздеріңізде мәңгі бақи қалатын осындай грамотаны табыстайтын болады. Бұл грамота менде күнде 10 күннің ішінде мен әр күні азанда таң атқан сайын спорттық іс-шаралар всегда болатын. Және де тәрбиешілер енді сен қатысасың деп алып алады ғой. Сол кезде мен қоймай қатысам деп бір күннің, прям 10 күннің барлығында спорттық сайысқа қатысқан болатынмын. Сол себепті маған вот осындай спорттық іс-шарада белсенділік танытқаны үшін Мандарин тобының демалушысы Әбубәкір Қасиет деп мадақтама берген болатын. Кстати, біз 6-шы топ Мандарин тобы болған болатынбыз. Мандариндей сұлумыз, жүреді алда тобымыз, жұлдыз болып жарқырап жайнайды ғой жүзіміз. Вот осы 4 шумақты ужас 2-3 күнде жаттап алған болатынбыз, полный топ болып, соны ары өткенде, бері өткенде топтармен айтып жүретін еді. И вот, міне бізде бұны 31.07.2022-де берген болатын. Зато осы грамота естелік ретінде менде мәңгі бақи қалады. И вот, так что осындай грамотаны алып қалыңдар. Ну, грамотаға бола бармаңдар демеймін, бірақ лагерді көріп қалу да керек. Сіздерге советую лагерге барып қалу керек. Бұл бізге берілетін бір ғана мүмкіндік. Лагерге барып көрмесеңіз,
баруыңызға болады. Өте бір қызықты место, қызықты жер. Так что барыңыздар деп айтқым келеді. Осымен менің видеом аяқталды. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк, комментарий, маған тіркеліп келдіңіздер. Всем пока.